Marcus Rashford Borussia Dortmundga boradi degan axborotlar qanchaliqda ras? Al Neymar Junior bo'lsa, Cristiano Ronaldoning o'zimen kelishib, Saudiya ligasi Liga 1dan mixti deb жатыр. Al Manchester City klubi bo'lsa, Edersonning o'rnina boshqa qaqbashi izlaydi. O'sha yana o'xshash yangiliklarni bizning arnamizdan ko'rasizlar. Arnamizga tirkelib, like bosishni unutmanglar. Al endi videomizni boshladik. Жаңалығымызда әрине Барселона клубымен бастайтын болсам, Барселона клубы кеше Суперкубоктың жартылай финалында әрине Атлетик Билбаоның үстен 0-2 есеппен жеңіске жетті. Бұл ойында енді Барселона жеп тастағаннан бар, енді айырып тастады десек те болатын шығар. Жалпы айтқанда енді Атлетик Билбао 2 гол салды, оның екеуі де офсайдқа болды. Енді ойынды толық айтпай қояйын, барлығымыз білеміз ол ойынды қалай өрбігенін. Кеше Ламин Ямал да гол салды. Бірінші голды әрине Гави салды. Барса 0-2 емес, бір 5-0, 6-0 жеңетіндей мүмкіндіктер болды. Оның бәрін енді ойыншылар қолдана алған жоқ. Жалпы айтқанда пайдалана алмаған менің ойымша Рафиня деп ойлаймын. Рафиня 2-3 мүмкіндікті пайдалана алмады, және Френки де Йонг та гол сала алмай қалды, мүмкіндікті пайдалана алмай. Френки де Йонг демекші енді Френки де Йонгтың арқасында кеше бір гол салынып кете жазылды. Жалпы айтқанда ол гол салынып қойды. Енді Барсаның бағына қарай офсайд болып шықты. Бұл өрескел қателік деп ойлаймын. Пасты әрине Атлетик Билбаоның ойыншысы Иньяки Уильямсқа ұстатып қойған болатын. Бүгін енді тағы да ойын, Суперкубоктың ойыны әрине Реал Мадрид және Мальорка арасындағы ойын. Бұл да енді Сауд Арабиясында болып жатыр. Жалпы айтқанда енді бұл екі команданың арасында жеңген клуб финалға шығып әрине Барсамен күш сынасатын болады. Менің ойымша Эл Классико болғанның барлық жанкүйерлер қалап отқан сияқты. Енді бұл ойында әрине Реал жеңетін сияқты, Реал фаворит. Енді финалда Эл Классико көреміз деген ойдамыз. Ал енді жаңалығымызды жалғастыра берсек. Жаңалығымызда әрине Манчестер Ситимен жалғастыратын болсақ, Манчестер Ситидің соңғы кездердегі ойындары жақсы, бірақ енді бұлар трансфер жасағысы келеді. Мысалға енді Уэлтерді сатып жіберіп, басқа ойыншы алса да болатын шығар. Енді соңғы кездерде ойындары нашар болып, жылдамдығы да жоқ. Енді Уэлтердің сатып, Уэлтерден құтылудың орнына олар жаңа қақпашы алсақ, Эдерсонға енді Манчестер Сити басшылығының да, бапкер Гвардиоланың да көңілі толмайды екен. Эдерсонның жасы біраз жерде барған жоқ, менің ойымша. Қазіргі жасы оның 31 жаста, қақпашылар үшін 31 жас тағы бір 10 маусым өнер көрсететіндей жас сияқты. Бірақ енді бұның жылдамдығы сәл болмағанымен аяқпен жақсы өнер көрсете алады енді. Мен түсініп отқан жоқпын, Манчестер Сити не үшін осы Эдерсоннан құтылғысы келіп отқанын. Эдерсон негізінде менің көңілімнен шығатын қақпашылардың бірі. Енді финтті жасап қояды, бірақ енді Алисон Беккерге жетпейтіні анық. Ливерпульда Бразилия ұлттық құрамасы да білеміз, Алисон Беккер негізгі қақпашы, ал Эдерсон болса қосалық құрамға отырып қалатын әдеті бар енді. Эдерсонның бір жақсы жері соққын лақтыратын болса, ол ұзақ жерге дейін баратыны анық. Аяқпен де керемет өнер көрсетеді, Тер Штегендер сияқты. Жалпы айтқанда енді қазір енді Манчестер Сити қызығып отқан ойыншылар туралы айта кетейін сіздерге. Мансиде қызығып отқан енді 3 қақпашы бар. Біріншісі әрине Микель Ди Грегори, Ювентустың қақпашысы. Одан кейін Пармада тағы бір мықты қақпашылардың бірі Эдерсонның орнын басып беретін деген Судзуки бар, және Торинодың Миликович Савич. Микель Ди Грегориді айтатын болсақ, әрине бұл Ювентустың тас қамал қақпашысы деп ойлаймыз. Манчестер Ситиге қарсы ойында өте керемет қорғап шыққан. Ал енді тағы бір ойыншы бар, Судзуки десек болар. Енді бұл Судзуки деген ойыншымыз әрине Пармада керемет өнер көрсетіп жүр. Әкесі ганалық, ал анасы болса, жалпы айтқанда енді бұл Эдерсонның орнын 100% басып бере алады деп отыр. Ал Миликович Савичқа тоқталатын болсақ, бұл Миликович Савичтің аяқпен жақсы өнер көрсете алмайды. Соған қалай Манчестер Сити бұл ойынша қызығып отыр білмедім. Бұл туралы енді өз ойларыңызды комментарияға жазсаңыздар болады. Манчестер Ситиде қазір енді Эдерсон жақсы өнер көрсетіп жүрген сияқты. Бірақ енді Гвардиоланың өзі болса, маған қақпашы алып бер деген Гвардиоланың айтқаны заң. Естеріңізде болса, әрине Криштиано Роналдо айтқан болатын, Саудия лигасы әрине Лига 1ден мықты деп. Енді көп жанкүйерлер хейт етті, бірақ енді оны Неймар растап отыр. Неймардың айтуы бойынша дәл солай екен. Неймар көтем айтады, Лига 1 топ 5 лигаға кіреді. Менің ойымша, олардың деңгейі қазір Саудия лигасынан түсіп кетті. Бұрын енді Лига 1де мықты ойыншылар болған, ал қазір мықты ойыншылардың бәрі Саудия лигасына келіп жатыр деген екен. Енді жақсы келген ойыншылардың бәрі Саудия лигасына барып жатыр. Соны енді Неймар Junior меңзеп отқан шығар. Менің ойымша,
осы жерде қателескен сияқты ма, қалай жалпы, әлде Саудия лигасына жақсы көрінгісі келе ма? Әл-Хилал жанкүйерлері Неймарды жақтырмайды негізінде. Әл-Хилалға жақсы көрінгісі келіп отыр ма? Қалай жалпы? Неймарға енді тағы да бір сұрақтар қойған журналистер, сіз Саудия лигасынан кетіп, Америкаға барасыз ба? Енді Неймардың өзі жауап берген екен, иә, мен Месси, Суарестермен өнер көрсеткенмін, Барселонада және Америкаға бар Интер Майами клубында мансабымызды сол жақта аяқтаймыз деп келісіп алған болатынбыз. Енді бұны көре жатармыз, футболдың болашағы әрдайым әртүрлі болады. Енді менің мансабым қай жақта аяқталатынын өзім де білмеймін деген екен. Неймар не біледі деймді, ақша алуды біледі, жарақат алуды біледі, еш нәрсе білмейді өзінің болашағы туралы. Жалпы айтқанда енді Саудия лигасына барып Неймар еш нәрсе қатыра қойған жоқ. Менің ойымша осы Неймар Интер Майамиге бармайтын сияқты. Себебі Интер Майами не істейді? Ақша көп алатын ойыншы және көп жарақат алатын ойыншыны Интер Майами керек етпейтіні анық. Сіздер қалай ойлайсыздар? Интер Майамиге Неймар бара ма, бармай ма? Өз оларыңыз әрине комментария қалдыруды ұмытпаңыздар. Ал енді біз Неймарға сәттілік тілеп жаңалығымызды жалғастыра берейік. Манчестер Юнайтед туралы сөйлеске кетсек, Манчестер Юнайтед туралы көп айтып кеттік соңғы кездерде, байқап жатсаңыздар. Алдыңғы шығарылымда әрине Гарначо туралы айттық. Енді бүгін біз осы Манчестер Юнайтедтің аңызы бола алмай қалған Маркос Решфорд туралы айтатын болсақ, Маркос Решфорд қазіргі уақытта енді Манчестер Юнайтедтен кететін ақпараттар таралып жатыр. Енді бұған бір жарты жылдай болып қалған шығар, жарты жылдан астам болды енді. Эрик Тен Хагпен де келісе алмады. Одан кейін қазір ақпарат шығып жатыр. Боруссия Дортмундқа барады, Джейден Санчоның бұрынғы командасына барады деп жатыр. Жалпы айтқанда енді осы Маркос Решфорд бара ма, бармай ма білмейміз. Бірақ Дортмунд клубы енді мұны жалға алсақ па, сатып алсақ па, қалай деп жатыр. Ал Маркос Решфорд болса АПЛ-да қалғысы келеді екен. Решфордқа тағы да басқа клубтар қызығы жатқан екен. Бұл жақсы жаңалық. Решфордқа да бір қызығатын клубтар бар екен. Олар не Тиаго Мотта, Ювентустың бас бапкері. Ювентусқа келсе, Маркос Решфорд жан, айналайын, саған негізі құрамды береміз, ойнайсың, қалағаныңды істейсің деп отыр екен. Енді Решфорд Италия лигасына барса, қалай жалпы Италия лигасына жарасатын сияқты, негізінде АПЛ сияқты қысым жоқ, прессинг жаса демейді Тиаго Мотта. Негізі голдарын салып беріп тұрса жақсы. Тиаго Мотта айтып жатқан екен, осы Решфорд болмаса маған Рафаэль Леоны алып беріңдер деп. Қазіргі уақыттағы Миланның бас бапкері Сенсео болған. Енді оның Рафаэль Леомен жағдайы жақсы, Леон сатпайтын шығар. Негізіне Решфорд Ювентусқа жарасады деп ойлаймын. Решфорд негізінде өте талантты ойыншы, Рафаэль Леодан көрі арзанырақ және Ювентусқа жарасады. Жалпы айтқанда енді Ювентус клубы жалға алып, содан кейін сатып алса болады. Тағы бір мәселе, Манчестер Юнайтедте Каземиро деген аңыз бар да. Енді бұл Реалда арыстан болып, міне Манчестер Юнайтедке келіп мышық болып қалған, Юнайтедке келіп өкіндем қалған ойыншы әрине Каземиро. Осы Реалда жүре бермей ма деймін да, несіне келеді Манчестер Юнайтедке. Енді бұл ойыншыда енді Юнайтедтен кететін ақпараттар бар. Енді болған 2 жыл болған шығар, енді кетет деп жүргенде. Енді бұл Әл-Насырға баруы әбден мүмкін. Ал достар, енді осымен видеомыз тәмам. Арнамызға тіркеліп, лайк басып және достарыңызға жіберуді ұмытпаңыздар. Енді әдеттегідей сөзіміз бұл. Енді сіздерді әрқашан қолдау күтіп қаламыз. Комментарийға әрине жылы лебіздеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар.